Сотқа беріңіздер. График жасап беріңіз десін, графикті ыңғайлап жасай берді. Прямой алып отыр олар 50%. Сонда маған біздің бухгалтерия 50% қана аударып отыр ғой. Маған 50% карточкама түседі, содан тағы да 50% ұстап отыр. Мен білетін қатына келтірген, мысалы сізде жаңа айттым, 3-4 банк бар. Сол 3-4 банктың барлығын бір жерге біріктіру деп аталады. Сонда сізде получается алып отырған жалақыңыздың 7%-на дейінгі сумма сізде тағайындалатын болады, ай сайын төлейтін суммаңыз бар. Қалған 7% өзіңіздің Вот солай болса жақсы болар еді. бұл сот процесі болғандықтан енді бір 6 ай максимум көлемі созылады. Сот болғандықтан сізге финансовый управляющий соттың адамы тағайындалады. Ол кісіге сізге мемлекет тарапынан бекітілген 85 мың теңге сомасын ай сайын сотқа төлеп беруіңіз керек. Бірақ сот бастала салысымен жаңағы барлық кредиттеріңіз тоқтатылады, стопқа қойылады, яғни ешқандай төлем жасамайсыз кредит бойынша. Төлем жасамады жаңағы жалақы. Просрочка ештеңе болмайды, ештеңе ұстамайды. Жалақы ұсталмайды ма? 100% маған ұсталады. Бірақ жаңағы соттың ақшасын төлеп ол түсінікті. Сіздердің адам жүрсе, сонымен айналысса. Сізге енді 2 апта бойы 15 жұмысқа көбірек болады, сіздің заңгерлердің байланысқа шығу үшін. Кезектен кезек қойылады, адамдар келеді, тоже живой очередь бар. Сол адамдардың мәселесі шешілесімен сіздің мәселеге көшкен кезде сіздің юрист сізге бір құқықтық ақпарат